Сәлем, бұл мен Ая Жібек. Жалпы бұл видеоны мен басамын деп ешқандай да пландаған жоқпын. Дәл қазіргі таңда Дубайда, теңіздің жанында кофемді ішіп отырмын. Жалғыз өзім мұнда отырмын, далада ешкім жоқ. И маған мынандай ой келді. Соңғы жарты жылда сен не бітірдің? Соңғы бір жылда сенде қандай өзгерістер болды деп өзіме сұрақ қойдым. Оказывается, мен Аллаға шүкір соңғы жарты жылда, бір жылда өте үлкен, көптеген мықты нәтижелерге қол жеткізіппін. Атап айтатын болсам, бір жыл бұрын мен миллион теңгеден бастап 9 айдың ішінде 30 миллионға көтердім. Потом 30 миллионнан кейін тағы да жарты жылдың ішінде 60 миллион теңгеге көтердім. И былайынан қарасақ 9 ай плюс 6 ай, 9 плюс 6, 13, бір жыл 3 айдың ішінде миллион теңгеден 60 миллион теңгеге көтерілу, осылай табысымды көтеру, ол мықты нәтиже деп ойлаймын. Былайынан айтқанда бұл квантовый скачок, себебі мен 1 миллионнан бірден 5 миллион таптым, 5 миллионнан 10 миллион деген сияқты осылайынан менде болып кет. Жалпы маған не көмектесті? Жалпы әрине менің психологиямен жұмыс жасауым, мен үзбей күнделікті, міне қазірде дәптерім бар, мен ішіне өз қалаған өмірімді арнайы формамен жазамын, осы дәптерлерге жазылған нәрселерінің барлығы прям менде 100% орындалыпты. Одан кейін бар медитация жасау, себебі аффирмация өздеріңіз білесіздер, орындалу 30-35%, визуализация 50-55%, ал медитацияның орындалуы 85-95%. Яғни медитация сен қалаған өмір, сенің қолыңда пока что жоқ, бірақ сен қалайсың, сол өмірді миыңа сигнал жіберу, және де оның картинкасын прям бірме-бір елестету, эмоцияны сезінуге ең мықты құрал. Потому что басқа құралдармен біз былайынан сезіне алмаймыз, ал мақсатқа жеткізетін нәрсе ол ең бірінші эмоция арқылы сезіну, екінші миға сигнал жіберу. Осы эмоция мен миға сигнал кеткеннен кейін біздің денеміз қимылдап бізді қалайтын әрекетімізге алып келеді. Если сіз қазіргі таңда жалқауланып жүрсеңіз, ерініп жүрсеңіз, если что-то не получается у вас, значит сіз эмоция және мышлениемен жұмыс жасауыңыз керексіз. Ал менің курсымда именно осы мышление, медитация, менің авторлық медитацияларым барлығы бар. Одан кейінгі маған ең мықты көмектескен екінші нәрсе ол инструменттер, яғни табысыңның артуына личный бренд өте маңызды. Себебі өзіңіз ойлаңызшы, қараңыз, Кристиан Диор, на жерде, осы Диор жақсы ма, әлде обычный Зарадан сумка жақсы ма? Әрине, бәріміз Диор алғымыз келеді, немесе Шанель алғымыз келеді ма, әлде Cartier ма? Әрине, барлығымыз Cartier алғымыз келеді. Дәл сол сияқты, личный бренд сізге по-любому табысыңыздың артуына мықты әсер етеді. Ал мені 1,5 жыл бұрын Қазақстанда ешкім таныған жоқ. Мені ешқандай әнші білген жоқ. Туысқандарым, достарым, көптеген менің жақындарым даже мені танымай қалды. То есть, кім араласқысы келеді? Мен ажырасқан жылы, 2016 жылы ажырастым. Көптеген адамдар менен бас тартты, потому что бұл орынды нәрсе, менің не ақшам болған жоқ. Мен А точкамды осы жерде айтатын болсам, менің А точкам қарыз кредитке батқан, 10 миллион теңге қарызы бар, әке-шешесі жоқ, үйі жоқ, университеттен даже дипломын алмаған, тіл білмейтін, тұрақты жұмысы жоқ. И плюс күйеуімен ажырасып кеткен, еще күйеуімен ажырасқанда бүкіл күйеуімнің туыстары мені кішкене ку-ку, шашын өзі отырып алып жұлады, шыңғырады, айғайлайды деп мені вообще жынды қылды. И, конечно, влиятельный болғандықтан ол кісілер менің туыстарым менің жынды екеніме сенді. И сондықтан мен ешкім особо араласқысы келген жоқ. И мен ол адамдарға ренжімеймін, бұл орынды. И айта кететін болсам, менің А точкам осындай адамның көзіне тек қана жынды болып көрінетін, шашымды жұлатыным рас болды. Себебі мен не істерімді білмей, того сөз қайтара алмай, адамдарға өзімнің ойымды жеткізе алмағандықтан, того жынды болып кетейін дегендіктен, шашымды өзім алып жұлатынмын. Ішімдегі өртеніп атқан боль. Вы понимаете, ешкім сен ұрмайды, бірақ ішінде сондай боль бар да. И иногда моральный нәрселер бар ғой,
сөз адамды страшно ауыртады. Сондықтан мен шашымды жұлып, өзімнің денемді былай қатты тістеп, шымшып, осылайынан физически боль жасау арқылы өзіме сол нәрселерді шығаратын. Әрине кейін сол нәрсе нағыз шындыққа айналды. Күйеуім маған қол көтеріп, бұрынғы күйеуім. Менің А точкам осындай болды. Ал Б точкам, Аллаға шүкір, дәл қазіргі таңда ешкімге өкпе-реніші жоқ. Дубайда отырмын. Міне, жынды адам емеспін. Өзіне қараған, өзіне сенімді, сұлу, білімді, шетелден, өзінің елінен, Қазақстаннан үй алған, барлық қарыз кредитінен құтылған, шетелдік университетте білім алып жүрген, бірнеше дипломы бар адаммын. 1,5 жыл ішінде мен Қазақстанға танылдым деп ойлаймын. Бірақ бұл тек қана бастамасы, бұл тек қана менің бірінші қадамым. Тепешектен шығатын болсам, соның бірінші лестницасы. Әлі алда көптеген менің мақсаттарым бар. Сондықтан мен кез келген адамға айтқым келеді. Барлығына бірінші мышленияңды өзгерт, нақты мақсатыңды анықта, және де барынша қазіргі таңдағы личный бренд өте маңызды, барлық инструменттерді қолданып баста деп. Қазіргі таңда көп адам өзіне сенімсіздік көп болғандықтан, ой, қойш, инстаграмға керек емес, анау маған керек емес, мына нәрсені сатсам қолымнан келмей қалады деген сияқты айтады. На самом деле кез келген адам танымалдылықты қалайды. Кез келген адам барлығы сізді танып, құрмет көрсеткенді қалайды. Кім қаламайды, айтыңызшы? Бұл нәрсе на самом деле өте, білмеймін, вообще круто. Мен де кезінде қорықтым адамдарға сөйлеуге. Не то, что мен қазір мені танымайтын адамдарға осы видеоны жазып отырмын, ал бұрын даже мен өзімнің отбасыма, өзімнің бұрынғы күйеуіме, күн сайын бірге ұйықтайтын, бірге тұратын, бірге тамақ ішетін адамға, жақындарыма, бауырларыма, достарыма өзімнің ойымды айтып жеткізе алмадым. Менің армандарым бұрыннан необычный үлкен болды, и барлығы точно жынды деп ойлайтын, потому что менің состояниеммен, менің айтатын әңгіме, менің түріммен, менің қалайтын өмірім вообще небо и земля болды. Бірақ дәл қазіргі таңда сол өмірде қазір отырмын. Енді менің әрбір адамға айтатыным, менің өмірімді өзгерткен осы психология, мен осы личный брендті қалыптастыру ғой, қажетті каналдарда, қажет платформаларда. И барлығын айтқым келеді. Адамдар, психологияны оқыңдар, армандаңдар, мышление өзгертіңдер, медитация жасаңдар, инстаграмды, барлық инструментті қолданыңдар. Если сен сторис өзің бетіңмен жүргізгің келмесе, оның мыңдаған жолдары, мыңдаған каналдар бар деп бүкіліне айтқым келеді. Себебі бұл нәрсе соңғы 1 жылда менің табысымды, бұрынғы ауылдағы жүрген кезде айтпай қойын, ауылдағы жүрген кезде айтсам 35 000 теңге. Бірақ именно Дубайда мені, Дубайдағы айлығым $1000 болатын. Ал $1000 ол кезде 4200 дирхам еді, ол примерно 450 000 теңге. Дубайдағы 450 000 теңге точкадан инстаграм мені, жалпы психология, медитация, осы қазіргі таңда қолданып жүрген дүниелердің барлығы 60 миллионға алып келді вообще. Бұл жайлы мен айта берем. Және осы нәрселер менің өмірім өзгерткендіктен мен барлық нәрсені менің блогымда күн сайын айтып жүрмін. Және де менің курстарымның барлығы осы нәрселерден құрастырылған, яғни мышление 90% психология, 10% инструмент. Сондықтан әрбіріңізге дамыңыздар дегім келеді, білім алыңыздар, армандаңыздар, өздеріңізге сеніңіздер, қазіргі состоянияларыңызға қарамаңыздар, және де әрине менің жеке консультацияма, менің курсыма келіңіздер. Алдағы уақытта менің курсыма 100 адамға 50% скидкамен жазыла алатындай мүмкіндік беремін. Сондықтан да жіберіп алмаңыз. Менің Аяжбек парақшама өтіңіз. Сол жақтағы стористардың барлығын қараңыз. Толтыру керек анкеталарды толтырыңыз. Менің курсыма келіп, бизнес-ап курсыма келіп, өміріңізді дәл мен сияқты бар жоғы 1 жылдың ішінде квантовый скачок жасаңыз. Менің курсыма келсеңіз, 1 айдың ішінде өзгеріс болады. Бірақ мен айта алмаймын, сразу 60 миллион теңге табасыз деп. Бірақ минимум тапсырмаларды бірме-бір орындасаңыз, 3 есеге табысыңыз артып, өзіңіздің сүйіктісіңізді тауып, өз нишаңызды тауып,
өзіңізге деген сенімділігіңіз артып, өміріңіз өзгертетініне 100% гарантия бере аламын. Себебі менің курсымда ешқандай адам жоқ әлі. Бірме-бір орындап, практика жасап, нәтиже алмаған. Видео пайдалы болды деген ойдамын, мотивация алдың деген ойдамын. Дәл қазір бізде фонтан шоу басталайын деп жатыр, себебі мен осындай әдемі жерде фонтан шоуды қазір күтіп отырмын. Қазір мен сіздерге фонтан шоуды қойып қоямын. Фонтан шоуды қараңыз, армандаңыз. Кстати, менің Дубайдағы тренингіма келсеңіздер де болады. Дубайда тет-а-тет, яғни бетпе-бет кездесіп, сабақтарымды да мен жүргіземін. Ол жайлы толық ақпаратты тоже Аяжбек парақшасына жазыласыз, немесе мына көрсетілген номерге жазу арқылы Дубай тренинг, курстарым, жеке консультациям жайлы барлық ақпаратты ала аласыз. Ендеше сізге сәттілік, армандаңыз, сеніңіз, білім алыңыз, дамыңыз. Сіздің қолыңыздан барлығы келеді. Ал қазір фонтан шоуды тамашалаңыз. Change goes straight into that phase of time.